Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен таңғы аста өте оңай, дәмді, тез дайындалатын таңғы аспен рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге шұжық керек болады, помидор, ас көгіміз, көк жуа және сыр керек болады. Және бір жұмыртқа керек. Бірінші бір жұмыртқамызды ішіне шым-шым тұз салып, шайқап араластырып аламыз. Және оны сковородкамызда блинчик құсатып, айналдыра отырып, жайып отырып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді. Бұл порция тек қана бір адамға ғана арналған. Сондықтан ішіне сковородкамызға кішкене май жағып жіберейік. Сөйтіп жұмыртқамызды блинчикке ұқсатып, жайып тұрып, шайқап, пісіріп алатын боламыз. Отымыз өте жай болуы тиіс. 5 минутта дайын болатын таңғы ас. Бірінші сырымызды салып, жаямыз да үстіне шұжықтарымызды қоямыз. Өзіңіз қалауыңызша 2 шұжық қойсаңыз да болады. 3-еуін қойдым. Және 2 помидорды кесіп қойдым. Үстіне көк жуаны, ас көгімізді турап, ұсақтап туралған күйде үстіне себемізде блинчигіміздің жан жағын жайлап бүктейтін боламыз. 2 жағын бүктеп, отымызды жай отқа қойып қоятын боламыз. Бұл таңғы асымыз жай отта піседі. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Таңғы асымыз дайын. Лайк баса отырыңыздар. Сіздермен тағы да көптеген таңғы астармен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.